Дүкеннен нан енді алмайсыз. Сәлем достар, бүгін чурек нанын пісіреміз. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ нан. Алдымен қамыр илейміз. Ол үшін ыдысқа жылы су, жылы сүт, өсімдік майын құямыз. Тұз, қант, ашытқы салып араластырамыз. Енді 2-3 ас қасық ұн салып араластырамыз. Бетін жауып 5-7 минутқа қойып қоямыз. Бұл біздің апара болады. Енді жұмыртқа қосып араластырамыз. Ұнды аз-аздан салып, жұмсақ қамыр илейміз. Ыдыстың жан-жағына өсімдік майын жағамыз. Содан кейін иленген қамырды ыдысқа салып, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз, көтерілгенше. Міне біздің қамыр дайын. Қамырды 1/3 бөлікке бөліп аламыз. Пергамент төселген табаға қамырды домалақтап жайып шығамыз. Қамырдың үстін дәл видеодағыдай қасықпен басып шығамыз. Жұмыртқаның сарыуызына сүт қосып араластырып, қамырдың бетіне жағып шығамыз. Содан кейін күнжіт себеміз. Қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минут пісіреміз. Міне сырты қытырлақ, іші жұмсақ чурек наны дайын, өте керемет болып шығады. Сізде жасап көріңіз. Сіздермен болған Ақгүл, келесі видеода кездескенше.